Жарайды, сонымен мен жай ғана осында отырып жатырмын, аяқтарды айқастырдым, алақандар үстіне, және ойымды тазартып жатырмын. Ойым жоқ. Ойлауды тоқтатып, тек тыныс алуға назар аударып жатырмын. Бәрі дұрыс. Бұл өте оңай. Адамдар медитацияда не қиындық тапқан түсінбеймін. Күте тұр, мен ойланып отырмын ба? Жарайды. Демалуға зейін, тыныс алдым. Жібердім. Қалай дегенмен де үйреніп аламын. Көңіл күйім тамаша, тыныш. Бар ойымда болса, мен қайтадан ойланып отырмын ба? Туй, бұл қиын. Медитация бұрыннан бері негізгі ағымға айналғандығын, мистиктер мен сақалын кейде ғана жуатын хипстерлерден босады. Ол қоғамның әр саласына дейін жетті. Әскерлерден бастап мектеп, кеңсе жерлеріне шейін. Жай ғана ештеме жасама. Зерттеулер көрсеткендей медитация зейін салу, ұйқы, жүрек, қан қысымын төмендетуге, стресс пен уайымды азайтуға көмектеседі. Және сені сүйкімдірек қылады. Әйелін өзі байқады. 2012 жылы жүргізілген зерттеуге сүйенсек, американдықтардың тек 8% ғана медитацияны бір рет болсын істеп көрген. Шөпшек көргендердің 50%-ның қасында бұл жаман көрсеткіш. Медитацияны сана өзгертетіндігіне қарамастан, американдықтардың көпшілігі үшін шөпшек көру 10 минут жай отырғаннан гөрі әлдеқайда оңайырақ. Осы жақтан бір сұрақ туындайды. Шын мәнінде медитация дегеніміз не? Көпшілігі жай сынап көреді. Неге олар оны күнделікті әдет қылып өз өміріне енгізбейді? Осы сұраққа жауап беру үшін мен өмірімді қарастырып көрейік. Егер медитация жасайтын біреудің сипаттамасына сәйкес келетін біреу болса, ол мен. Өткен мен үшін бұл керемет болды, бірақ мен оны әдетке айналдыра алмадым. Себебі бұл аздап күрделі болды. Ал шынай айтатын болсақ, бұл кәдімгідей күрделі болды. Мен ойланып қойдым. Егер мен 30 күн бойы медитация жасайтын болсам, не болады екен? Аяусыздықсыз 1 сағаттан істейтін болсам, мен барлық ойымды жинақтадым. Енді істеуді бастап көрейік. Бұл сынақты мен жалғыз істемеймін. Наталиямен бірге істейтін болам. Ол күн сайын медитацияны тек 10 минутына ғана қосылады. Неліктен сен осы 30 күндік сынақта маған қосылды ұйғардың? Өйткені мен сен қолдағанды ұнатамын. Және бұл тәжірибе біздің өмірімізге пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Және мен жаңа бір нәрсені сынап көргім келді. Медитацияны 1 сағаттан жасаудың орнына, оны 30 минуттан 2-ге бөлуді шештім. Мен оны таңертең және кешке жасайтын боламын. Бұның өзі қиын болды. Мен бірінші медитациям жаңа ғана аяқтадым, және бұл ауыр болды. Мен ойым реттелмеді, қозғала бердім және тоқтамай ойландым. Бүгін кейінірек істейтін нәрселермен назарымды аудардым. Осы бейнен қандай кадрдан түсіретінімді, бейнеде айтқым келетін нәрселерді ойластырдым. Бұның барлығы шамадан миымды қинап жіберді. Бұл қазіргі уақытта екенін сезінуге мүмкіндік бермеді. Сондықтан мен бұл тәжірибені сәтсіздікке ұшырады деп санаймын, бірақ бұл менің бірінші қадам ғана болды. Нәтижесінде басы оңай болған жоқ. Бұл жақта бейнелеріме келіп күтпеген жерден ұра берген ұнататын кейіпкер есіме түсті. Оның аты өмір. Бірінші күні Нед қатты мигренмен ауырып төсек тартып қалды, және медитация жасай алмады. Ауырған белгілеп қойын деп жатсың ба? Иә. 2 күннен кейін бірақ аяғына тұрды. Қызығырақ болу үшін біз келесі 30 күн ішінде медитацияның түрлі әдістерін көретін боламыз. Олардың барлығын бір нәрсе біріктіреді. Ол зейін салу. Біз Сэм Харристің Waking Up қолданбасын қолданатын боламыз. Зейінділік бұл медитацияның әдісі емес. Ол жай ғана алаңдататын нәрселерден бөлектену қабілеті. Өз ойыңыздағы көріністерге, дыбыстарға, сезімдерге және тіпті пайда болатын ойларға мән беру және соларды байқап қалу қасиеті. Пайда болатын ойларды жай деректер сияқты қабылдау керек. Бұл жақта мәселе барлық ойлардан құтылып, ойлау жұмысын тоқтату емес. Бірақ бұның өзі мүмкін емес болып көрінеді. Әрине, егер сіз Натали болмасаңыз. Сонымен қатар бұл ақыл ойыңыздың ішкі жұмысынан туындайтын барлық нәрсені бақылау және өзіміздің көретін заңдылықтарды байқап қалу. Сол кезде сіз өзіңіздің ақымақтығыңызды көресіз. Және бұл маңызды, сіз саналы түрде ақымақтығыңызбен күресе бастайсыз. Яғни сіздің ақымақтығыңыз сізге өміріңіздің қалған бөлігіне жаман ұсыныстарды береді. Мысалға,
17 пішінен жек қою керек, немесе сен елендің, ал біздің білуімізше қайғы жалғыз келмейді. Жарайды, маңызды емес, бір сөзбен оған қарсы тұру қиын болады. Натали үшін 4-ші күн. Маған процесс ұнайды, өйткені бұл бір нәрсесімен жаттығуға ұқсайды. Білем, бұл бір түрлі естіледі, бірақ мен өз ойым кеңейіп жатқандай болам. Бұл жақта медитацияң 5 сағат жиналып қалды. Мен өзім не істеп жатырмын? 5 сағат ішінде неше бейне істей алатынымды елестетіп көрші. Осы нақты бастағанда неліктен мұны істеп жатқанымды түсіну және мақсат қою маңызды болды. Сіз мұны не үшін істеп жатқаныңызды мүлдем түсінбей қалған кезде қажет болады. Қолданба да қажет болады. Өйткені бұл дұрыс жолға бағыттайды. Ал қолданбалар көп. Мен Сэм Харристің жетекшілігімен сенген қолданбам пайдаланамын. Ұқсастар да бар. Олар Headspace не 1% Happiness немесе өзіңіз таңдай аласыз. Бірнеше күннен кейін медитация кезінде мен өзімнің жинақталғанымды және ыңғайланып алғанымды сезіндім. Мен қазіргі сәтте болудың қиыншылығын ұйғардым және өз ойларыма қаншалықты жиі еніп кететінімді және өзімді ойда ұстап алған кезімде ұрыспау қаншалықты қиын екенін түсіндім. Сондай-ақ 30 минуттық бөліктерден бастау өте өршіл болды. Оларды бір күнге 5 минуттан 15 минутқа дейін бөліп тастаған тиімдірек болатын еді. Бұны мен 11-ші күнде түсіне бастадым. Сол кездің өзінде осының артықшылықтары байқалды. Және мен соны күнделігіме жазып алдым. Мен өзімді өнімдірек сезінемін. Наталимен сөйлескенде шамалы қызықтырақ болады. Оның әрбір сөзін бекітіп түсініп алам. Ал ол көп сөйлейді. Тіпті аудио кітаптарды тыңдауға келгенде зейін салу қабілетім жақсарды. Мен ойым өзгере бастағанын сеземін және сода өзімді ұстап алам. Содан мен тезірек аудио кітапқа оралам. Миым шашыраңқы ойлайтынын түсінемін. Бұл мен қоршап тұрған нәрселерге байланысты емес. Ол өз ойларынан болады. Мен жаңа ғана 6 минуттық медитацияны аяқтадым. Содан кейін жазып отырмын. Мен көзім пальмаларға түсті. Самал желдің мені соққан сезіп жатырмын. Кетіп бара жатқан көлікте глушитель сынып қалған сияқты. Вискидің бұған дейін сезбеген дәмін сезіп тұрмын. Мен бұл нәрселерге ұзағырақ зейін салып, бірден жібере салам. Сэм Харристің қолданбасында маған ұнаған екі нәрсені бөлектегім келеді. Медитация кезінде ол үзіліс жасап, ойға батып кеткен кезде өзіңіздің тыныс алуыңызға ақырындап зейініңізді қайтарыңыз деп айтады. Және бұл тамаша нәрсе болды. Ол менің ойдан адасып кеткенінен хабардар болған сияқты. Екінші тамаша нәрсе, ол соңғы 60 секундта осылай жиі айтады. Егер сіз осы медитация кезінде ойларыңызда шатас кетсеңіз, онда барлығын басынан бастаңыз. Тыныс алуға зейін салыңыз. Тіпті мен 19 минут жай отырсам да, яки мен қашып жүрдім, соңғы 60 секунд ішінде мен толықтай демалуға назар аудара алам. Және қазіргі кезден жоғалып кетуіме мүмкіндік болады. Уақыттың босқа кетпегенін түсінгенде медитацияға жақсырақ көзқараспен қарай бастайсың. Лос-Анджелестегі өмір ойды алаңдататын нәрселерге толы. Осыдан бірнеше күнге қаладан шығу туралы ой келді. Бұл маған тереңірек тәжірибе алуға көмектесетін шығар. Сонымен сынақтың жартысы артта қалды. Шөлді жердегі тыныштық пен жалғыздық үшін сөмкем жинап жатырмын. Достар, міне осылай минималист жиналады. Ой, шешен амандылығын тілеймін. Кино жабдықтар бар екен ғой. Бұл жер тыныш. Тыныш дер едім. Өзімнің алға қарай жылжып бара жатқан сеземін. Бірақ мен ары қарай жүріп көргім келеді. Өзімді мүмкіндігімше тыныш жерде сынау арқылы және содан алаңдамайтын болам. Сосын алаңдатқыштар жайлы.
Бұл шыбым медитациям сапасын сынап жатқаны анық. Ол мен процесін біршама бұза жаздады. Мен өзімді карате пацан Нибелді өлтірудегі батыр сияқтымын. Жігіт шыбымды таяқпен ұстайды. Қай жерде болсаңыз да, өмір сізге әрқашан кедергі құрып қояды. Содан сізге ыңғайсыз болып кетеді. Және медитацияның шын мағынасы бұл нәрселерден бөлектену деп ойлаймын. Бір нәрсеге зейін салып, ойды реттеу арқылы. Ұстай алмай қалдым. Ызыңдамаш бәленеме. Онда бұл тамаша, қазір 18-ші күні өтіп жатыр. Мен медитацияны өміріме енгізу туралы ойлана бастадым. Бұл 1 сағат созылмайтыны анық, бірақ мен оны міндетті түрде өз өміріме енгізгім келеді. Бұның пайдасы маған анық болды. Бір қария айтыпты, күндізгі тыныштық бізге сабырлыға келеді. Бірақ түнде сабырлық қорқынышқа айналады. Бұл жерде шынымен де қорқынышты. Бұл айдалада орналасқан үй. Құдайым-ау, біреу жақындап келе жатыр. Мен оның кім екенін білмеймін. Мейбл. Қалайсың? Бұл Натали мен мен әпкем екен. Демалыма бірнеше күн қосылғысы келді. Мен әрқашан медитация арқылы демалуға бола ма деп күмәндандым. Бұл ауыр жұмыс. Мен оны жақсы көрем деп ойламаппын. Жоқ, ұнатпаймын деп шештім. Саятшылықта тағы 1-2 күн өткен соң және көп сағаттық медитациядан кейін өзімді қуаттанып шындыққа оралуға дайын екенін сезіндім. Кетпей тұрып, менде тағы аяқталмаған бір жұмыс бар. Сау бол, кездескенше. Енді оны ешкім мазаламайды. Әзілсіз айтатын болса, мен осы сапарда жарықтандым деп ойлаймын. Ал мен толғаннан сондай қақпас. Біз айдың аяқталарында келдік. Медитация сынағын сәтті аяқтадық. Сізде қазір үлкен сұрақ туындауы мүмкін. Натали ақырында мен сезген артықшылықтарды сезді ме? Жоқ. Кейде қызықсыз болып кете береді. Мен оны анда-санда ғана ұнататынмын. Бірақ күнде емес. Сен демалып алу үшін уақытыңды жұмсайсың. Ал менде уақыт кейде ғана қалады. Содан боршам шығып істеуіме тура келеді. Ақылдым мен бестакеш. Мен туралы айтатын болсақ, өзін жаман емес болып сезінем. Бәр жақсы, мен дәл қазіргі уақытта өмір сүре бастадым. Бұл мен күнделікті істегім келетін нәрсе. Бірақ 1 сағаттан емес. Бастапқыда бұның жағымсыз әсерлер болды. Бұл дайындықсыз 5000 километр марафон жүгіру сияқты. Менің миым мұндай қиындықтарға мүлдем дайын болған жоқ. Денем шаршатпағаныма қарамастан, мен психикалық тұрғыдан шаршадым. Күнделікті 10 минуттық медитация оның жоқтығынан жақсы болады. Бірақ бұл 60 минуттан кәдімгідей аз болғаны дұрыс. Сондықтан мен өз жалынды азайтып, келесі айда күнделікті таңертең 10 минут жасауға тоқталамын. Өміріміздегі нәрселерді физикалық түрде босату қалай сезінетінін білетін шығарсыз. Бұрынғы жағымсыз қарым-қатынастарымызда болған нәрселерді, жағымсыз ойларды босату, енді бұл өзгеше болады. Бұл терең зерделеуді қажет ететін нәрселер. Және медитация бұны істеудің ең жақсы тәсілдерінің бірі екеніне көзім жетті. Көрген үшін рахмет. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмыт кетпеңіздер. Қарным аш кетті ғой. Менің де. Мен дауыстайтын ба не? Көт, менде де сол. Құмаш! Қалайшы? Болмайды. Не білесің? Ішінен қызған.